Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қайырлы күн, құрметті достар. Менің есімім Қарасақал Жақсылықұлы. Бүгінгі сіздерге бөлісейін деген тақырыбым: бір адамдар өмірде қалаған арман мақсатына қол жеткізіп жатыр, ал бір адамдар өкінішке орай сол арман мақсатқа қол жеткізе алмай, сол арман мақсатты қиял қылып өмірден өтіп жатыр. Бұның сыры неде? Бұның жалпы құпиясы неде? Ең бірінші айтатыным, бір адамдарда нақты қойылған арман мақсат бар, ал бір адамдарда нақты қойылған арман мақсат жоқ. Және де екінші ерік-жігер күші, үшінші адамның өзіне деген сенімділігі. Және ең бірінші барлық нәрсе неден басылады? Тікелей мидан, яғни ойдан басылады. Сіз егер бір нәрсені ойлай берсеңіз, сол нәрсе сол болса да жүрсеңіз, болмасаң да ұқсап бақ деп, соларға ұқсаймын деп, сіз сол нәрсенің дәмін татып көресіз. Көрдіңіз ба? Сол қаржылай тәуелсіздікті қаласаңыз, сол қаржылай тәуелсіздіктің қасында жүрсеңіз, ортасында жүрсеңіз, сондай адамдармен аралассаңыз, сол нәрсенің дәмін татып көресіз. Дәмін тату арқылы сізде уже соған деген нақты ұмтылыс пайда болады. Ұмтылыс пайда болғаннан кейін сіз ойланасыз, сол ұмтылысқа жету үшін сізде нақты мақсат, арман пайда бола бастайды. Көрдіңіз ба? Арман, мақсат пайда болғаннан кейін, сіз сол нәрсенің дәмін татып көргеннен кейін, жақсы көлік болсын, жақсы ресторан болсын, сол нәрселердің сіз дәмін татып көргеннен кейін, сізде уже арман мақсат пайда болады. Мен де соған жетем деген арман мақсат пайда болғаннан кейін, сіз соған жету үшін міндетті түрде тәуекел етесіз. Көрдіңіз ба? Тәуекел етесіз. Тәуекел деген осы жерден шығады. Ал тәуекел еткеннен кейін міндетті түрде сізде проблема, қиындық міндетті түрде болады. Ал біздің жетістігіміз қай жерде? Біздің көп жерде құлайтын жеріміз осы проблемаға келген кезде біз артқа қарай қашамыз. Осы проблемаға келген кезде біздің миымыз рұқсат бермейді. Энергия кетеді, қиналасың, таста деген ойлар береді бізге. Сол арқылы біз өкінішке орай осы проблемадан шыға алмай жатамыз. Проблеманың астына батып, бірнеше есе төмен қарай жаншылып құлап жатамыз. Ал бұл проблеманы, егер осы проблемадан өтетін болсақ қана, бізде нәтиже болады, тәжірибе болады, бізде уже өзіңіздің қалаған мақсатыңызға жетуге деген мүмкіндік болады, және өзіңізге деген нық сенімділік пайда болады. Көрдіңіз ба? Ол проблеманы ол үшін міндетті түрде задача деп қабылдау керек. Бұл маған беріліп жатқан тапсырма деп білуіңіз керек. Сол кезде ғана сіз ол тапсырманы орындау үшін миыңызға тапсырма бересіз. Бұл маған тапсырма, бұдан қалай шықсам болады? Уже сол кезде сіздің миыңыз жауап тауып береді. Былай бірнеше вариантын тауып береді. Сол арқылы сіз, ал егер мен мынадан шыға алмаймын, бұдан шығу мүмкін емес десеңіз, шыға алмайтын, шығу мүмкін емес бірнеше жолдарды сіздің миыңыз сізге тауып беретін болады. Ал мен шығуым керек, бұл тапсырма десеңіз, шығатын бірнеше жолды сіздің миыңыз міндетті түрде тауып беретін болады. Сол арқылы сіз әрекет жасау арқылы сол проблемадан шығатын болсаңыз, міне сіздің тәжірибеңіз, міне сіздің жетістігіңіз, міне сіздің соңына келгенде нәтижеңіз. Көрдіңіз ба? Сіздің нәтижеңіз арқылы мінезіңіз көрінеді. Нәтижеңіз арқылы беделіңіз артады. Нәтижеңіз арқылы сіз қалаған, армандаған өміріңізге қол жеткізе аласыз. Сондықтан да осы нәрселерге әрекет жасап, берекетін көріңіздер деп тілеймін. Жақсы